Ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге мен Дашин Кесет арнасы. Достар, біздің арнада дауыспен көптен бері видео шықпай кетті достар. Сол үшін сіздерден кешірім сұраймын. Достар, бүгінгі видеороликта мен енді бұрынғы олд сеттарымды құрастыратын боламын. Енді құрастыратын боламын деген кезде көрсететін боламын достар. Енді сол енді сіздер кереметтей лайктарыңызды басып, енді кереметтей пікірлеріңіз комментарий жазып қалдырып кетіңіздер достар. енді 70 лайк жинай аламыз ба, жинай алмаймыз ба достар, соны көрейікші. 70 лайк жинасаңыздар өте қатты қуанған едім. енді достар, мен ең бірінші олд сетімді көрсетейін сіздерге. енді 7 ай бұрын 8 ай бұрынғы олд сетім ғой ол достар. Енді Free Fire'ға келген кездегі сетім ғой достар. Енді нан киген болатын достар. Оған денеге рич деген дейінен киген болатын. Сол достар. Енді маска ешнәрсе кимеген достар. Ол кезде маска ешнәрсе жоқ еді, бұндай аккаунтым жоқ, бұл аккаунт жоқ еді ол кезде. Ашиннан бір аккаунт болған болатын достар. Ол кезде сол достар. Енді осындай сет болды. Біздің екінші сетіміз көрсетейін достар. Енді сіздерге осы пропуск полный киеміз деуге болады достар. Енді денесін ауыстырамыз достар. Рич киеміз, оғанда денесіне осы ричті көп қолданғам достар мен ол кезде. Сол достар, енді осындай сеттер туралы контент түсірейін ба, или қалай ойлайсыздар, қандай контент түсірейін, соны комментарий жазып кетіңіздер. Или челлендж түсіріп солай жүре берейін ба, или қалай қарайсыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Сол достар, енді біздің екінші сетіміз осындай болып шықты. Енді үшінші сетіміз көрсетейін достар сіздерге. Үшінші сетіміз енді нормальный сет деуге болады. Енді үшінші сетіміз осындай болады. Қазір көрсетіңіздер. Енді көріп тұрғандарыңызда енді сақалды киетін боламын. Енді ол кездерде нормально істеген болатын достар. Енді сол енді осыны киетін боламын. И мына жазу штанды киетін боламын достар. Сол достар. Ойбай, не болып кетті мынау. Так, жазу штан киген болатын достар. Ол кезде осындай сет болған достар енді бізде де. Сол достар, енді қазір тағы бір керемет өзімнің олд бір сетімді көрсетіп жіберейін. Так, енді қандай еді ол? Костюм шалбар, походу. Костюм шалбар полный киетін боламын. Так, болып қала салдым. Так, өзі-ақ дайын бола салды. Нені ауыстырдым достар, айтпақшы. Осыны ауыстыратын боламын. И осындай олд сет болған ба, сондай походу менде. Осындай олд сет болған походу достар. Енді білмейтім, или нан киген болатын ба, походу осын кидім, или сақалды кидім достар. Енді что-то есімде болып тұрған жоқ. Енді ол енді ондай болып тұрады енді. Так, енді екінші өзімнің олд сетімді көрсетейін достар. Енді ол инкубаторға ұқсайтын, енді инкубатордың сеттерінің біреуі. Так, көрсетейін соны енді қазір. Так, достар, қуратпай кереметтей лайктарыңызды басып, енді подписаться етіп, енді арнаға лайк басып отырыңыздар. Так, енді рекомендацияға шығаралаңыз ба достар бұл видеоны. Көреген достар, енді барынша көп комментарий жазып спам етсеңіздер өте қатты қуанатын едім. Так, енді шақырып отырналар. Енді достар, осындай олд сеттің бірі болды бізде. Енді осыны киген бұрын достар, осындай сеттерді киген мен бұрын. Енді кім сенеді, кім сенбейді сол достар. Енді так, енді ондай болып тұрады. Так, енді барлығы киген ғой достар. Енді дұрыс па? Сол дұрыс енді. Нан киген болатын. Енді одан кейін енді андай бытшы сеттерін бірін көрсетейін достар сіздерге. Так, осыны киген болатын. Одан кейін маскеге дым кимеген походу достар. Енді дым кимеген маскеге. Так, достар, енді мұрынмен сөйлесем енді ренжимейсіздер. Енді мұрынмен сөйлеймін достар. Енді дауысым өзі осындай. Сол достар, енді осыны киген бе, или нан киген походу осыны киген. Достар, осындай сет болған менде. Так, осындай олд сет болған. Таза олд сет болды достар. Менде олд сет деген бұрынғы сет тұрмады достар. Олд сет деген андай сет деп ойлап қалмаңыздар. Енді достар, көбісі киген, енді көбісі прям барлық адамдар киген сетті көрсетейін сіздерге. Осыны денесін киеді. Одан кейін нан киесіздер достар. Жазу штан киесіздер. Бұрын олдтар киген достар осыны. Олд дегенде 5-6 ай бұрын болған нәрсе ғой. Пропуск қой достар. Енді осыны киетін. Өйстіп киген көп адамдар достар. Енді көп адамдар өйстіп киген. Барлығы біледі достар. Не айтып отырмын. Одан кейін осыны киген достар. Енді
магазиндин сетин көрсөтөм достор. Эми магазиндин сетин көрсөтейин сиздерге. Так эми қазір көрсөтүп жиберем достор эми. Так осун кийгем достор. Одан кийин осундай сет болгон менде достор. Одан кийин осундай сет болгон походу. Или нан кийгем достор. Эми что-то точно эсимде жок достор энди. Одан кийин денеге нан кийген болотум. Жок мына маскамды коймоп ё-моё. Маска кийген, нан кийген болотум достор. Эми баары осун кийип жүрөт эди ол кезде. Так эми дагы бир көрсөтүп жиберейин сиздерге. Так эми баардык кийген бир нерсени көрсөтүп жиберейин сиздерге. Так осун кийген достор. Эми көбүсү осун кийген. Сол достор эми олд сетти көрсөтүп атам достор. Міндетті түрдө лайк басып кетиңиздер. И пикир комментарийга жазып кетиңиздер. Энди осундай контент түзөйүн ба или мурунку контентте түсүрүп жүрө берейин ба, челлендж түсүрүп дегендей го сол достор. Так эми дагы бир олд сетин көрсөтүп жиберейик сиздерге достор. Ё-моё, эсиме түшпөй туруп энди кандай сет бар эди менде. Так эми маскадан эмес, денеден издеп көрөйүк достор энди. Любимый бир сетин көрсөтүп жиберейин достор. Энди оны киймей койдум достор. Мен азыркы убакытта энди билбейм эмне экенин. Энди унабай калды ма, сондай болуп калды, короче. Так энди көрсөтүп жиберейин. Ё-моё, оны көбүлөрүңүз билетін шығарсыздар достор. Энди ол сетимди энди абасында азыркы YouTube абамда да тур. Бул сет менин энди любимый айонский сетимдин бири го достор. Бул дейтин. Так эми короче дагы бир сет көрсөтүп жиберейик достор. Энди осун кийетін болом. И мынаяка энди кайсын кийген эме. Так нан кийген походу достор. Энди осун кийгем. Энди осундай сет болгон. Одан кийин мына масканы осундай колдурткан болотум походу ше. Сол достор энди. Так тез сүйлөп атам ба, тез сүйлөп аткан жокмун ба, комментарийге жазып кетиңиздер достор. Энди билбейм, өзүм сүйлөйм. Так эми так бизде дагы бир сет көрсөтүп жиберейик. Так дагы бир сет көрсөтөйүн ба, көрсөтпөйм. Осун кийем, короче, осун кийдим. Эми таза олд сеттин бири го достор бул дейтин. Осун кийген болотун. Аяк кийимге нан кийген болотун, короче. Караштеди. Так энди осун кийген походу энди достор. Дагы бир өзүм таза олд сетим го, короче. Осун кийгем. Осундай энди Zefrix'тин сыяктуу болгон энди. Zefrix'тин олд сетинин бири десем де болот бул достор. Короче достор, энди өзүбүздүн багынагы сетибизди кийип алайык. И сүйтүп энди видеобузду аяктайык достор. Ё-моё, көп кеш узак болуп кетти деп ойлойм. Узак болуп кеткен сыяктуу достор энди бул. Так энди анан так осы короче. И аяк кийимди ауыстырып жиберей салайын достор. Энди любимый сетим го, жанымайшин сетим го, короче. Достор энди бизде осундай видеоролик болду. Сиздерге видеоролик унады деген ойдомун достор. Энди барынча подписаться этип лайктарыңызды басып отсаңыздар өтө катуу кубанып калат эми достор. Энди комментарий жазып кетиңиздер. Осундай сеттер тууралуу видео түсүрөйүн ба, түсүрмөй коюйн ба, сонун баарын комментарий жазып кетиңиздер. Энди казак ютубунда мындай сет кураштыруу деген эч кимде болмаган. Дегенде Райым деген ютубер болатын эди бурун. Сол түсүргөн эди достор осундай сеттер тууралуу. Азыркы убакта эми эч ким түсүрбөйт казактардан. Мен энди өзүм түсүрөйүнчү деп чечтим достор. Энди колдосоңуздар энди сиздерге көп рахмет айтат эми достор. Энди сол достор, көп сүйлөп кеттим. Короче достор, сиздер менен бирге болгон мен Дашин Кизет арнасы. Келесі кездескенше пока-пока, чао.